Сабағымыздың тақырыбы тіршілік көзі еңбекте, есік қаққан еңбек. Сабақтың мақсаты өз ойын, сезімін, көзқарасын ұқсас оқиғалармен салыстырады, мәтінге жаңа кейіпкер қосады. Пікіріңді айт. Бірінші тапсырма кесте бойынша ойыңды айт. Менің еңбек етуім қажет емес, себебі мен әлі кішкентаймын. Менің асыраушым бар. Қажет, себебі еңбек еткеннің күні жарық. Тіршілік көзі еңбекте. Екінші тапсырма, табиғатқа көмектесу үшін өзің қандай іс-әрекеттер жасадың? Өзіңнің жауабыңмен түсіндіріп бер. Есік қаққан еңбек ықшамдап алынды. Тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлағысы келетін еңбек әлемді шарлайды. Еңбек жауған жаңбыр тамшылары жерге жетпей кеуіп үлгеретін аты аңызға айналған Африка еліне аттанады. Әлемдегі ең биік Намиб құмтөбелері осы Африкада. Құм белестеріне бет алған еңбекті шөл қысып, әбден әлсіреген қара қоңыз қарсы алады. Еңбек қара қоңызды құмтөбеге алып шығады да қараңғы түсуін күтеді. Өйткені түнде теңіз жақтан тұман түседі. Қараңғы түсе, қара қоңызды желге қарсы арқасын тостырып, басымен тұрғызып қояды. Оның арқасында қалың тұманнан тамшылар пайда болады. Арқасынан аққан тамшылар қара қоңыздың аузына құйыла бастайды. Рахмет деген қара қоңыздың әлсіз даусы естіледі. Тамшыға таңдайы жібіген қара қоңыздың жаратушыға алғысы шексіз еді. Еңбекпен достасқан күннен бастап шөл далада тіршілік ететін қара қоңыз осылайша шөлін тұманнан пайда болған тамшыларымен қандыратын болыпты. Адамдар бара алмайтын Антарктидаға еңбек ерінбей барып қайтады. Мұзға айналған әлемде еңбекті топ-топ пингвиндер қарсы алады. Еңбекпен қоян қолтық араласқан пингвиндер жүзіп жүрген мұздарды елеместен жарыса суға сүңгіп, балық ұстап, балаларын қоректендіреді. Пингвиндер балапанын өскенше қалтасына салып бағады екен. Осы мұзды мұхиттың түбінде қысы-жазы жайылатын теңіз мысығымен де еңбек достасып кетті. Сойдақ тістері сорайып, аузынан шығып тұратын теңіз мысығы 2 жасқа дейін баласын арқалап өсіреді екен. Тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлағысы келген еңбек Үндістаннан өтіп бара жатып, тәтті іздеп жүрген балаларды кездестіреді. Еңбек балаларға тәттілері тіл үйіретін қамыс қантын өсіруді үйретеді. Қылтиған қамыс түбінде түнеп жатқан балаларға еңбек ерекше сүйсінеді. Содан бері тәтті құмар балалар қант қамысын өздері өсіп, жинап алатын болыпты. Еңбек енді бағбан досы өсірген бау-бақшаны аралайды. Сайраған құстардың даусы, күндіз-түні бір толастамайтын бақшада еңбекті Дәуіт пен үнді тырнасы құшақ жая қарсы алады. 3 бұрыш тәрізді басы бар, ұзын мұрты, 3 көзді Дәуіт бір орында отырып ақ шыбын шіркейді ұстап жейді. Ал сенгіш те сезімтал тырна бақшаны күзетеді. Құстардың ұясын бұзып, жұмыртқасын жегісі келген жыландарды тырна тырп еткізбей шетінен аулап жеп отырады екен. Балалар, мәтін бойынша берген сұрақтарға жауап береміз. Есіңе түсір, адамға бір-біріне жақсылық жасаған қандай ертегі кейіпкерлерін білесің? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қарлығаш, құмырсқа, арыстан. Орында. Еңбектің рөліне еніп, ертегі мазмұнына оқиға қосып сөйлеңдер. Үйге тапсырма, жазушы еңбек арқылы не көрсетпекші болды? Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жазып келіңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.